Баршаңызға қайырлы күн. Дәмді кеңестер каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте дәмді және нәзік болып пісетін морковный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге тамашалаңыздар. Арнама жазылып, лайк басып пікір жазсаңыздар. Пирог өте дәмді болып шығады. Сіздерде үй жағдайында дайындауға кеңес беремін. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды және қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Барлық жұмыртқа мен қантты көбігі шыққанша жақсылап, осындай видеодағыдай жақсылап араластырып аламыз. Енді осы қоспамыздың үстіне сода, корица және разрыхлителімізді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осындай бізде қоймалжың масса шығады. Келесі кезекте осы қоспамыздың үстіне сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте бізде алдын ала теркадан өткізілген сәбізімізді осы қоспамыздың үстіне біртіндеп салып аламыз. Сәбізімізді салғаннан кейін лопатканың көмегімен астынан жоғарыға қарай жақсылап тағы да араластырамыз. Сәбізіміздің барлығын салып лопатканың көмегімен араластырғаннан кейін ұнымызды електен өткізу арқылы біртіндеп қоспамызға қосып араластырып отырамыз. Ұнның барлығын бірден салмаймыз, шетінен ақырындап араластырып, осындай видеода көріп отырғандарыңыздай ақырындап салып отырамыз. Барлығын лопатканың көмегімен араластырасыздар. Жоғарыдан төмен қарай араластыру керек. Бізде осындай қоймалжың масса шықты. Енді осы дайын болған массамызды формамызға салып, 170 градуста 45 минут жақсылап, аузын ашпай, пешіміздің жақсылап пісіріп аламыз. Пирогымыздың дайын болған-болмаған шпажканың көмегімен көрсеңіздер болады. 45 минут өткеннен кейін пешіміздің аузын ашып, пирогымызды шығарып, толықтай суығанша бөлме температурасында қойып қоямыз. Толықтай суығаннан кейін формасынан шығарып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Пирог өте дәмді, сондай сочный болып шығады. Сіздерде дайындап көріңіздер. Толықтай асты барлығы көтеріліп, жақсылап, ортасы да жақсылап піседі. Осы рецептпен жасап көруге кеңес. Осы рецептпен жасауға сіздерге де кеңес беремін. Барлығыңызға ас болсын. Сіздермен бірге қарылға дәмді кеңестерден рецепт күтсеңіздер, арнама жазылып, комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын.